Жұмыспен қамту 20-20 жол картасының жемісін көргендердің бірі Байзақ ауданына қарасты Үлгілі ауылдық округі. Тұрғындары жыл сайын артып келе жатқан ауылдың ағарту ошағына күрделі жөндеу жүргізілуде. Таяу күндері аяқталмақ. Байзақ ауданы бойынша бұл бағытта жұмыс өте өз дәрежесінде жақсы жүріп жатыр деп есептейміз. 3 мектепте күрделі құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, және бір поликлиника Боғыл ауылында жаңадан соғылып жатыр. Құрылыс бригадасының айтуынша ғимарат терезелері толығымен пластикалық жиынтықпен алмастырылады. Құрылысқа республикалық бюджеттен 94 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Мердігер компания құрылыс жұмыстарын кестеден кешіктірмейтінін, әрі 60%-ын орындап қойғанын жеткізді. Жұмысшылардың бәрі, осы районның жұмысшылар бізде, осы ауданның адамдардың бәрі, бригадалар жаңа отдельно олар по объему жұмыс істеп жатыр. Біткенше жалақысын бәрі уақытылы алып жатыр. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша бұл ауданнан жұмысқа орналасуға 68 адам жолданған. Қазірде құрылыс нысанында 70-ге жуық жұмысшы тер төгуде. Олардың барлығы дерлік осы ауданнан, оның ішінде 20-ға жуығы осы ауылда тұратындар. Бағдарламаның шартына сай мұнда алдымен жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелгендер жолдамамен жіберілген. Нәтижесінде бүгінгі күні жұмыссыздардың саны азайған. Аудан орталығына жұмыс беру орталығына барып жұмыс сұрап, 15 адамды жұмысқа қабылдап, осы жерде 15 адам 2 сменмен жұмыс істейміз. Уақытылы айлығымызды алып, семьямызды асырып, қазір өте жағдайымыз жақсы болып, міне мынау елбасымызға ризалығымды шексіз білдіремін. Маусым айының аяғында бастау алған құрылыс тамыз айының 20 күні толық пайдалануға беріледі. Келешекті кемелетудің бір тарауы жұмыссыздықты азайту болса, аталған жобаның көпшілікке тигізер шарапаты мол. Рахат Күзберген, Арман Сабыр, 7-7 Ньюс, Байзақ ауданынан.